Көз ауруларынан көк шайдың көмегімен қоштасыңыз. Көз айналаңызды әрі әлемді көру бақытын сыйлайтын ең маңызды мүше. Көзіңіз арқылы өзіңізді, жақыныңызды, сүйіктіңізді, балаларыңызды бәрін көре аласыз. Кез келген заттың әдемілігін де, әсемдігін де, кемшілігін де көзіңізбен көресіз. Сондықтан бәрін көрсетіп бақытқа бөлейтін көзіңізді аурудан сақтаңыз. Ол үшін үй жағдайында күтім жасайтын бірнеше әдістерді айтайын. Біріншіде көк шай. Көк шай көру қабілетін арттырады. Көзіңізді өткір қылғыңыз келсе, көк шайды күнде ішіңіз. Жылыдай көзіңізге тамызыңыз. Ұйықтардың алдында көк шайға мақтаным алып, көзіңізге басыңыз. Көк шай көру қабілетіңізді арттырады. Қан тамырларды емдейді. Артық шлактардан арылтады. Сіңгенін басады. Жанарыңыздың жасаурауын тоқтатады. Ол үшін бір қасық көк шайды бір стакан қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Жылыған кезде сүзіп алып, емдеуге қолданасыз. Бұл тұнба әсіресе компьютермен күн ұзақ жұмыс істеп келген күні керемет көмектеседі. Компьютерден өткен барлық улы заттардан көк шай арқылы құтылыңыз. Шай пакеттерінде қолдануға болады. Зімбір. Көзіңіздің денсаулығын сақтайды зімбір. Бір шай қасық қытылған зімбірді стакан қайнаған суға салып тұндырасыз. Жылыған кезде сүзіп алып, ішке қабылдасаңыз, саулығыңыз артып, жастығыңыз ұзақ сақталады. Әрі көру қабілетіңіз артады. Алой. Жанарыңызды мөлдіретеді, көруіңізді өзгертеді. Күлімдеген көзбен мөлдіреген жанарға ие болғыңыз келсе, алой шырынын қолданыңыз. Ол үшін дәріханада сатылатын арнайы шырынды алғыңыз келмесе, өзіңіз үйде жасаңыз. Шырынды дайындау үшін үйіңіздегі алой гүлін 3 күн суармайсыз. Белгілі күннен кейін сығып сөлін аласыз. Бір шай қасық шырынды қабылдау арқылы жарқыраған жанарға ие боласыз. Сондай-ақ ұйқыға жатар алдында 2-3 тамшысын көзіңізге тамызсаңыз, көздің шаршауы басылады. 4-ші итмұрын. Көздің шаршағанын басады. 2 ас қасық итмұрынды бір стакан ыстық суға салып, отқа қоясыз. 5 минуттай баяу отта қайнатып алыңыз. Салқындағаннан кейін сүзіп алып, бірден 2 қатынастағы стаканнан таңертең және кешке ішесіз. Жанарыңызға өткірлік сыйлайды. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.